Сәлем достар, сіздермен Сая, сіздерге рекассадан чек ұруды үйрететін боламын. Ол үшін рекассаның приложениесін ашамыз. Ашқан кезде осы бет шығады, сол кезде позиция батырмасын басамыз. Позиция добавить, жаңағы сатып жатқан товар немесе услугамызды қосу деген сөз. Добавить батырмасын басамыз. Бұл жерде бұл ИП квартираларды посудочно өткізумен айналысады. Сондықтан услуганың аты жазылып тұр. Наименование деген жерден 3 сызықшаны басамыз. Бұл жерде сатып жатқан товарымыздың списогі шығып тұр. Бұл жерде нан, сүт деген сияқты товарлардың аты жазылып тұруы мүмкін, және бағасы жазылып тұруы мүмкін. Бұл жерде сіз сатып жатқан товар жоқ болса, редактировать басамыз. Добавить жаңа товар, наименование. Енді жаңа товар қосайық. Аренда апартаментов. Енді мен өз товарымды қосамын. Қосылды. Квартира посудочный болғандықтан сутка таңдаймыз. Ал сіздер товар болғандықтан штука деген сияқты кез келген единица измерениен таңдасаңыз болады. Стоимость деген кезде бұл квартираның бағасын, сіздерде товардың бағасын 200 теңге кез келген сумманы жазуға болады. Добавить. Міне жаңа бұл жерде бұл товар жоқ еді, енді қосылды. Енді завершить редактирование, біз списокқа товар қосумен айналыстық қой. Енді бұны жабамызда просто товардың списогі шығады. Енді товарды таңдаймыз. Және таңдаған жерде осы товар шықты. Бұл жерге, допустим, біз 3 күнге арендаға беріп жатырмыз, бағасы 20 000. Бірақ бізге скидка беру керек. Ол үшін скидка в процентах, мысалға 15% скидка жасап жатырмыз. Добавить. Общий суммасы шықты 3 күнге. Енді сіз бұл услуганы немесе товарды компанияларға сатып жатқан болсаңыз, бинін енгізу керек болса, бинін енгізесіз. Сол кезде счет фактураларды, электронный счет фактураны шығармауға болады. Егер сіз Каспи Голдқа немесе наличный ақша қабылдап жатсаңыз, наличный батырмасын, Каспи Pay мен немесе Каспи QR мен қабылдап жатсаңыз, карта батырмасын басасыз.